Мен сіздерге ерге сылқым күйін үйрететін болам. Бүгін бірінші бөлім. Ең бірінші ешқандай перне баспаймыз. Қағыс төменге, жоғарыға, қайттан төменге. Үшеуі бірге. Осылай тартылады. Сосын үстінен 8-ші перне, астынан 7-ші перне. Санап тауып басамыз мына пернелерді. Бұлай санаймыз. Мынау бірінші перне, екінші перне, үшінші перне, төртінші перне, 5, 6, 7, 8. Бас бармақты бұлай әкелеміз де қылдың үстінен басамыз, жақсылап. Басын қыраймыз, дыбыс шығу керек. Дұрыс баспаса дыбыс шықпайды. Мына сызықтың дәл алдынан басамыз міне. Бастық, енді астынан мынау үсті басқанымыз. Енді астыңғы мына қыл бар, астынан 7-ші пернені басамыз. Мынау 8 болса, мынау 7 болады. Бірақ астында. Міне, сызықтың алдынан басыңыздар, яма. Әйтпесе дыбыс шықпайды да, тағы жаңағы дұрыс тартпай жатырмын ба деп ойлап қаларсыздар. Сондықтан дыбыс жақсы шығу үшін жақсылап басыңыздар, мына сызықтың алдынан ерінбей. 2 рет жоғары қағыс. Болды. Бас бармақпен жоғары қағыс орындаймыз. Бірге екеуі. Жаңағы 3 қағыспен енді қосамыз. Міне осындай тамаша әуен шықты. Көрдіңіздер ме? Қиын емес, тек қана мына сандарын басып отырасыздар. Әрі қарай тағы да 3 қағыс жаңағы. Бұл енді үйрену қиын емес. Сандар тағы да көптеген сандар болады. Бұл ұзақтау күй. Сондықтан сандарын жақсылап жаттау керек. Арнайы менде қағазы бар, соны алсаңыздар болады. Главный, ең бастысы түсініп алсаңыздар болды. Қалай тартылу жолын. Міне, әрі қарай тағы төмен, жоғары, төмен. Сосын 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Үстінен 7-ші перне, астынан 5-ші перне. Жоғарыға, жоғарыға. Жаңағыдай ғой. Міне. Барлығын қоссақ, мынадай әуен шығады. 3 қағыс тарттым, енді жаңағы 7 мен 5, астынан 5. Әрі қарай тағы да 3 қағыс. Сосын үстінен 10-ші перне. Қайттан санап көрсетпей қойып, міне ең бірінші, бір болады мына ең бірінші перне. 2, 3 деп рет-ретімен кете береді. 10 мен 8. 10 үстінде, 8 астында. Яғни үстіңгі санды бірінші айтам. 10 мен 8. Жоғары, жоғары. Сонда барлығын қосайық. Үш қағыс тартып отырасыздар алдына. Енді әрі қарай қайталау жаңағы басындағын. Төмен, жоғары, төмен, сосын 8 мен 7, жоғары, жоғары. Сосын тағы да қайталайсыздар 7 мен 5-ті. 7 мен 5. Сосын тағы да қайталайсыздар. Осылай міне. Сонда ең басынан бастап бұлай болады міне. Осыны үйреніп алыңыздар, бірінші бөлімді. Енді видеомен ұзақ отпас үшін жаңағы сандарын қарап,
оңай емес қой видеодан үйрену. Арнайы сандар арқылы үйрену әдісін түсініп алсаңыз, қалай екен, мына үстіндегі санды үстінен, астындағы санды астынан санап тауып басып отырасыздар. Мысалы, бірге болса бірге қағасыздар. Соны жақсылап түсініп алыңыздар. Видеодан үйрену қиын болса, менде арнайы жаңағы сызбасы бар, ерке сылқым күйінің. Соны сіздерге берем. Яғни бірақ тегін емес, тиімді бағада берем. Ерке сылқым күйінің сызбасын. Қағаздан қарап тезірек үйренуге болады. Видеодан ұзақ отыруы мүмкін адам. Енді ұзақ қылып барлығын айтсам қазір ұзақ болады. Әрі қарай қиындау. Сосын осы жалпы сандарын жаттау керек қой. Видеодан енді сандарын жазып алмасаңыз, барлығын есте сақтау қиын. Жазып алмасаңыз қағазға сандарын. Қағаздан тез-тез жаттайсыз. Мен айтқым келгені, ең басты нәрсе мына үйрену әдісін біліп алу, түсініп алу, қалай тартылу керектігін, сандарды қалай басу керек, мына саусақты қалай қою керек. Соны біліп алсаңыз, қағаздан да тез-тез қағаздан тартып кете аласыздар бірден. Енді қағаздан үйрену жақсы болады видеодан көрі. Видеода қосымша қарауға болады қалай тартылу керектігін. Арнайы сызбалар бар, менде қазір көрсетейін. Қараңыздар. Қараңыздар. Арнайы менде альбомдар бар. Қарағым ай әні, осындай сызбалар, сандар беріледі. Әртүрлі сандар. Қарағым ай әні бұл. Сосын мына жерде әке ана әні бар. Әке ана әні. Осындай қағазын беретін болам. Ал